жалысы түрмеге тоғытылған ел, еркінен айырылған қоңыр. Ал қазақ халқы өз жерінде өсетін сексеуілдей беркіп, сексеуілді балтамен шаба алмайсың, сексеуілді тек сексеуілді ұрып қана сындыруға болады. Осыны ескеріңдер. Басып жатты тәптейхо, Сарыарқаның даласын. Қорқып жатты қара түн, қалың қазақ қаласын. Таңда аттырмаққа тұлпарларға тап теткіз. Айдарына қызыл шоқ, үкілетсіп тап теткіз. Кешікпей ақ қызыл күн, шыға келді жарқырап. Тұлпарларда шаттанып, тұра алмады арқырап. Асықпай ақ жұртты біз қуануға шығарып. Жігіттер, ау жігіттер. Қазіргі кездегі мәселелер еңбекшіл халықтың еңсесін сүреттей кетеді. Оған не себеп болды екен десеңе? Мысалға, орыс халқы бізді осы күнге дейін киргиз деп атап келді. Оған не себеп болды екен десеңе? Әйсінші, бұрал. Түйден түскендей тоғыр түскенің бұл қалайға? Баяғыдан бері біз орыс халқын қырғыз деп атап келдік. Атап қана қойған жоқпыз. Мына документ құжаттардың барлығында орыс деп жазылып жүр. Мүмкін емес бұл. Иә, дәл қазір мүмкін емес. Кейін болмаса. Кім не десе де о десін. Біріншіден, біздің ұлтымыз кім? Қазақ. Ал киргиздегі атауымызға қайықтан дейміз. Екіншіден, біз өзіміздің ұлттық мүдделерімізді қорғауымыз керек. Егер де өзіміздің тілімізді, мәдениетімізді сақтап қалмасақ, қазақ деген мемлекет жойылып кетеді. Жоқ, жігіттер. Қазақ деген тірі мемлекетке ие болуы тиіс. Сондықтан бүкіл іс-қағаздарды тек қазақ тілінде жазылды. Ойбай-ау, осылай ойды сен қайдан тұрасың? Біз мына жерде күйіне отырамыз. Тағы сен не ойлап табар екенді? Түсінбедім бұны. Сонда сендердің маған қарсы келгендерің бе? Қазірде оны ойлайтын шаруа емес. Қазақ тілі қазірде құртылып бара жатыр. Тіпті бізді қазақ деп те атамайды. Қалқымай. Ойбай-ау, айналай Сәкенжан-ау. Мынау сенің айтып жатқан сөздерің баяғыдағы ағылшын-орысшылардың сөзі емес пе? Жоқ. Біз енді олардың сөзін сөйлемейміз. Сұмдық қой бұл сұмдық. Сұмдық болса да қанша мәселенің басына шықты. Алашорда үкімет дейсің. Олардың қазір бағдарламасы дұрыс бола ма? Әлде тек ұлттық мүдделерді Алашорда көтеріп деген бе? Мен бұл мәселені Лениннің алдына барып айтам. Және бұл тарихи қателікті түзеуін сұраймын. Қадыржан, сонда біздің бұл сұрақтарымыз тек қара халықтың қамы үшін емес пе? Біз ешқашанда өз басымыздың қамын ойлаған жоқпыз. Қадыржан. Азамат, жүр, жүрме бос. Қол ұстас бірігіп тізе қос. Қастарға дұшпанға барайық, кеңдіктің ұранын салайық. Азамат, жүрме бос. Қол ұстас бірігіп тізе қос. Қастарға дұшпанға барайық, кеңдіктің ұранын салайық. Енді бір 20 жыл ішінде қазақ мәдениетті, білімді елдердің қатарынан көрінуі керек. Сол үшін бізде аянбай еңбек ету керекпіз. Әрқашан. Сондықтан біз жас балаларға білімді тұлғаны тарту ету керекпіз. Мысалға, ол тұлға Ахмет Байтұрсынов болсашы. Иә, Ахмет Байтұрсынов. Оған юбилей жасайық, жігіттер. Юбилей. Сәкенжан-ау, оның ойы сол баяғы болса да, қазір сол қалып бар. Иә, бұның аты артық болып кетпесін. Жақсы жігіттер. Сәке, осы мен сені түсінбеймін. Осы уақытта дейін орталықтың қас-қабағына қарап, шешім қабылдап, бұның соңы бәле болып жүрмесін. Тағыста қарсы адам әдегісті 3-4 мәрте анық класс берді. Сендер қалай түсінбейсіңдер?
Ахмет ағаның жасаған еңбектерін қазақ даласында ешкім жасамаған. Ей, алға тартайын десе, оң шетке тарт бала. Исекең, алайда сенің Асанмен ырза сатқаныңа менің ешқандай қатысым жоқ. Жігіттер, жарайды. Мына халық комитетінің төрағасы өз қателіктерін мойындамайды. Бірақ та Сәкеннің қателіктерін жасайды деп менің бұл үш ұйықтасамда түсінбейтінім шықпаған. Алайда жігіттер, кәнеке жиналайық. Жігіттер, кәне, бір жағадан басшыларға уақыт келген секілді. Сәкен ағаға бір ауыз сөз келтірмейтіндей болайық. Кәне жігіттер, ендеше уәделесейік. Уәде. Сәкен аға, шай ішесіздер ме? Шайдан жайын. Жоқ, жарайды ма? Мен сіздерге кедергі салмайын. Есіктің тұтқасын істей берейін. Істей бер. Жақсы. Кәй, мынау не Сәкенжан? Мынау адвокаттар көп соққан жоқ. 4-3 бөлігін ғана оқып, маған жазып жіберіпті. Ал басқа салалар ше, ауыл шаруашылықтарына барлығына бірдей болуымыз керек. Әй, не істедің сен Сәкен? Не істедің? Мынау не тағы? Кім не десе о десін. Сен өзге сала дейсің. Ал өзге саланы дамыту үшін не керек? Ақша керек, ақша. Білім керек. Білімге, мәдениетке ұмтылатын заман, жігіттер. Сен үшін нашардың. Жарамай туған. Неге олай болсын? Сонда бағыттарын араласып туған. Мен бірақ қазақ тілін сақтап қалғым керек, жігіттер. Сәкен аға, сізге анаққа жедел хат әкеліп тастады. Кімнен келген? Білмедім, есіктің алдына қадырда кетті. Маңызды мәселе болса керек. Мен не істейін? Бара бері көр. Ахмет Байтұрсыновтың юбилейін жасамау туралы. Оны қалай түсінуге болады? Оны қалай түсінуге болады? Оны бізден басқа ешкім білмейді ғой. Неменен күдіктенесіздер? Мен жасаған жоқпын мұны. Байтұрсынның өзі оған жаққа телефон салған шығар. Мен емес жігіттер. Қайса бен, осы бір Ахмет ағаның юбилейін өткізбей қойсам не болады? Кім не десе ол десін, юбилей. Сәкен, кей адамдар Ахмет ағамыздың атынан босатылып жатса, ал сен болсаң, жарты әлемге жар салып кеш дейсің. Бұның не түсіне аламын, Сәкен? Біз қорқа болдық. Бастаған ісімізді аяғына дейін жеткізейік, жігіттер. Сен үшін нашардың жалғызға көбей тұрады. Адамзаттық тұғыры жарылқайтын тәңір болса, бәрімізді бірге тұрады. Бізден ешкім бақылайды, жігіттер. Сәкен аға, осыз ба? Не? Өзіңіз тапсырып жіберген шақырды. Өз қолымен ойын жасады. Рахмет жігіт. Қалай, сұлған жатыр ма? Олар да өзіңіз айтқандай, өз қолымен ойын жасадым ғой мен. Дәл, мен ойлағандай. Осындайда өмірлерім бар ғой?
да балданған жігіт емес. Рахмет аға. Мен онда өзім жұмыстарымды жасай берейін. Жақсы. Рахмет. Игор, білгеш, сенен өткенде бірдеңе сұрайын деп едім. Сен осы біздің жаққа қалай келдің? Сәкен аға. Мен өз көргенімді жауыма да тілемеспін. Ақ патша жендеттері әке шешемді көз алдында дарғасты. Ал мен байғұсты балалары ие тастайды болып. Бірақ мен байғұс ол жерден де көп ұзамай қашып кеттім. Әркімнің есігінің алдында құл болып жүрдім ғой. Бірақ өмір етер. Мен қазақ даласына аяқ бастым. Мұндай жомарт, мұндай керемет халықты мен өмірімде көрмеппін, Сәкен аға. Игор, сен мені кешірші Игор. Біз бүйтсекші. Сен мына кітапты ал. Оқу керек Игор. Оқу дейсіз бе? Жарайды оқимын. Оқимын ғой. Жақсы, рахмет. Сәкен аға, рахмет. Оқу керек. Сәкен аға, сізге Ахмет аға келіп тұр. Кіре берсін бе? Кірсін. Ахмет аға, кіріңіз. Ақ қоңырау, әр қазағың іңкәр атқау. Қолдан тікті игай. Армысың, асыл Сәкен. Ақынсың еу. Күлген көкке көтерілген фениксің мен. Қой бұл. Аяғысың феникс бола шықтың ба? Қайтпайсың, Ахмет аға. Өткенді қозғап қажет. Алғанда не үшін? Көзің күлімдеп, беделі бізге күш қағысы жасар ба? Әлдақтыңыз Ахмет аға. Негізі білдіріп қойын. Дегенде сіздің келісіңіз керек. Шындақтан мен нақтайшы. Жалпы сізге ағартушының 20 жылдығына орай юбилей жасаймыз ба деп. Өлдірдің. 50 жас. Бұндай дауылқан кімге керек айтшы Сәкен жинау. Оның үстіне мен туған күн тойлы сарлық болсақ, ана жақта, Қазірде қазақтың жас балаларына сіз секілді ағартушына табыстамасақ, олар кімге қарап қойды? Мақұл, мене қандаймын? Сіздің басты міндетіңіз сол жерде жеңімпаз болу. Сіз туралы деректер жазған. Және ол жастарға дәріптелетін болады. Мақұл. Ал егер сол деректерде сұрақтарға жауап бере алмасам? Неге жауап бере алмайсыз? Ал егер талып келеді? Ахмет аға, сын берің ғой. Ойлаңызшы, сізді жас қазақ балаларына дәріптейтін болса, көптеген жас қазақ балалары білімге ұмтылады. Бұның бәрі ұлтымыздың мүддесі үшін емес пе? Мойындай, оны да өзің білесің. Өз қолымен де ажырады. Армандарын орындала бер. Неге? Сау болыңыздар. Сау болам. Келді. Шұғыл жиналыс өткізбей. Шұғыл жиналыс емес. Маған не керек бұған? Білмедім. Қай құжат алдарына алған. Қайта қарап жатыр. Сізде шақырып жатыр. Олар қайда? Мәжіліс залында күтіп отыр. Жарайды, бара бер. Жарайды. Ұлтымды ойлап не керек? Ал олар ізінеп тыныш жіберіп әлек. Халық комиссияға келесінде төрағасы Садыров Сейфуллаұлы Сейфуллин ата тазалаудан өткізілсін. Тағылған айыптар Сейфуллин Жолдас,
ұлтшылдық соборында істер атқарған. Сонымен қатар, большевиктер партиясының 8-ші съезінде қабылданған шешімдерге қарсы әрекет еткен. Сонымен қатар, ұлтшылдық сипаттарға өлеңдер жазған. Ал жолдастар, сөйлеңіздер. Сіздер бірге істес болдыңыздар. Істемеген. Сәкен шынымен ой жоқ, Қадыржан. Қадыржан, артыңды ойла. Енді Сәкен үлкен азамат, түсінетін шығар. Өгіл жолдас, мына шешімдеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Сәкен үлкен азамат, және де үлкен ақын. Оның бір өлеңдерінде бір ісекшілік бар секілді. Мысалы, Қаражан өлеңінде көсеміміздің қасындағы бір жолдасы айтып отыр. Бұны қалай түсінеміз? Сейфуллин өзі бұған жауап берсін. Ал сіз не дейсіз, Сәдуақас жолдас? Сөйле дейді оған. Сөйле дейді маған. Енді не істесем болады екен? Алайда, Сәкендей біздің ердің тұғыры болар азамат бар ма десейінші. Ал жаның мұрныңның ішіне келгенде ұят, ар, намыс деген сөздердің бәрі ұмыт қалады екен. Ал енді не істесем болады екен? Өгіл жолдас, мен Қадыржан жолдас айтқан сөздерге толықтай келісемін. Себебі Сейфуллин жолдас өзінің бір өлеңінде, яғни қара бүркіт өлеңінде, қара бүркіт тұтқындағы деп Троцкийді бандаға теңейді. Бұны олай түсінсек болады. Өгіл жолдас. Мынауға не деп сандырған мен? Енді қайтты. Не істесем болады? Расында Сәкенді орнына алып жасаса, үмітіміздің күліп көкке шығар ма? Жоқ, бұлай қоя қоймас. Өгіл жолдас, рұқсат етіңіз. Рұқсат. Әр жерде Сыдық жолдас қателесті. Ол жерде вандалист пенде сөз қолдануға болады. Өгіл жолдас, жоқ, өздеріңізде көріп жүрсіздер ғой. Сейфуллин жолдастың ұлтшыл ұйымға жазылған өлеңдері, яғни тағы да басқа істерін өздеріңізде көзқарастарыңызды салып жүрсіздер ғой. Өкіл мырза, айтсам бола ма? Сейфуллин жолдас бүгін маған Совет үкіметіне қарсы шыққан жауды емдеуге бұйрық берді. Ал юбилей туралы не дейсіздер? Ол жағына келетін болсақ, біз ол жағынан бейхабармыз. Себебі ол шешімнің бәрін Сәкен өзі қабылдаған. Сейфуллин, Байтұрыспен оңаша кездескенде Алаш партиясының іс тата сөйлеген сөз деседі. Сол рас па? Жарайды. Сіздер өз шешімдеріңізді шығару үшін ой мен уақыт береміз. Оған дейін ой түйіңіздер. Ей Сыдық, ерген уәден қайда? Ей әлеке, сен маған неден ағыл дейсің? Мен айтарымды айтып, істерін істеп болдым, ұқтың ба? Қайдағы ойды? Біз өз партиямызға адал болдық. Адал қызмет істеп келе жатырмыз. Ей, есіңді жи, Қадыржан, есің жи. Ей Сыдық, бұл сені қай сасқаның? Ұлы көсемнің ансамблі тірлік емес қой бұл. Біле білсіңдер, мына Совет үкіметінен Сәкендей берілген жан жоқ. Ал Сейфуллин жолдас, сөйлеңіз. Досың деп ат берген адамың жиын таусылса, жағаға жуып барады. Өгіл жолдас, Сталинге жазылған шағымның есін білуге бола ма? Болмайды. Жоқ, мен Совет үкіметіне қарсы келіп тұрған жоқпын. Мен тек мыналардың арасынан сатқынды ғана өлім келіп тұр. Неге түсінбейсіңдер? Сіз әуелі өзіңізге тағылған айыпты мойындайсыз ба жоқ па? Мен өзіме тағылған айыпты мойындамаймын. Себебі мен өзімнің халқым үшін. Сәдуақас жолдас, орныңызға отырыңыз. Мен өзімнің халқым үшін ғана еңбек еткен боламын. Байқаңыз Сейфуллин жолдас.
Егер тағылған айыптарды мойындап, қателесіп негізге түзелмеген жағдайда сіз мына қызметтен бүгін-ақ босатыласыз. Қарсы келгенім емес. Мен тек ұлтымның мүддесі үшін ғана жұмыс жасадым. Жолдастардың бүгінгі пікірімен Исалин жолдастың бізге берген өкілеттілігін пайдаланып отыра, Киргиз автономиялық Совет Социалистік Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәдуқа Сейфуллаұлы Сейфуллин қызметінен босатылсын. Дос кім? Дұшпан кім? Досты да, дұшпанды да аяғылайды. Егер де болашағымыз осындай болатын болса, қазақ халқы не болады?